Алғашқы болып октагонға Қаныбек Жанбекұлы беттейді. Онда 7 рекордын егер, яғни 10 жекпе-жекте жеңіске жетсе, 7 жекпе-жекте жеңіс тапқан спортшы. Жасы небәрі 26-да. Аралас жекпе-жекке келмес бұрын еркін күреспен айналысқан спортшы. Бірақ тек қана күресет деп ойламаңыздар, бұл өте жан-жақты спортшылардың бірі. Және қазақ аралас жекпе-жек жанкүйеріне әрине өзі деп танымал. Кезінде Ержан Исламовпен қолғап түйістірген, дәл бүгін өнер көрсететін Жұман Жұмабековке қарсы өнер көрсеткен болады. Және өзінің Руслан Серікбаевқа қарсы трилогиясымен де танымал бұл спортшы. NFC чемпиондық атағы үшін таласу керек еді. Жартылай жеңіл салмақта, бірақ тиісті салмақты көрсете алмаған үшін шеттетілді жекпе-жектен. Одан кейін міне бұдан да жоғары салмаққа көтерілуді жөн санаған екен. Ол дұрыс та шығар. Ең алдымен денсаулықты ойлау керек. Ал бүгінгі Қаныбектің қарсыласы бұл Олжас Есқараев. Қазақстандық спортшы, жасы 30-да, жігіттері жеңіл салмақта, яғни 70 келіге дейін салмақта өнер көрсететін. Естеріңізге сала отырайын. Олжастың қазір таңдағы рекорды бұл 9 жеңіс және 3 жекпе-жекте жеңіске ұшыраған. Дебюттік жекпе-жегін NFC аясында өткізіп үлгерді. Бұл спортшы ресейлік спортшыдан төрешілік шешіммен басым түскен болатын. Міне NFC аясында екінші айқас Олжас Есқараев үшін және қарсыласы рекордына қарамастан осал деуге келмейтін спортшы. Ladies and gentlemen, this is a 3-round of NISA Fighting Championship in lightweight division. Let me introduce the fighters. Introducing a person fighting out of the blue corner. Professional record of the fighter, 10 wins, 7 defeats. His stand, 172 centimeters tall. Official weight in 70 kilograms. Fighting out of Bishkek, Kyrgyzstan. Ladies and gentlemen, please welcome Qanibek Janibekulu. Introducing his opponent, fighting out of the red corner. Professional record of the fighter, 9 wins, 3 defeats. His stand, 180 centimeters tall. Official weight in 70 kilograms. Fighting out of Almaty, Kazakhstan. Hanımlar ve mırzalar, qarşı alыңыздар. Олжас Есқараев! Your referee, chart action, Ақтілеу Әскербайұлы. Олжас Есқараев, Қаныбек Жанбекұлы. Ережені бұзбаймыз. Бұрыштарымызға амандасамыз. Сәттілік. Алғашқы раунд барлық жекпе-жекке дайын. Ақтілеу Әскербайұлы қазір бастауға рұқсатын беретін болады. Қапталдар түріш. Қапталдар түріш. Бас түріш. Жауынгер дайынсың ба? Жауынгер дайынсың ба? Бақта! Ал бірінші раунд басталды. Біріншіден ішке жасалған соққыдан бастады Есқараев. Сәл бой ұзындау. Дәл осы ұзындықты қолданады ма екен қазір. Есқараевтың жасы да үлкен сияқты да, мен қателеспесем. 4 жас үлкен, бірақ опыты да керемет айырмашылық емес. Аяқ қолы да ұзынырақ. 70 килограммға Есқараев кішкене бой ұзындау деп ойлаймын, кімге қарағанда. Жанибекұлына қарағанда. Жанибекұлы 70 килограммда дебюті ма бұның? Бұл алғашқы жекпе-жек. Бұған дейін жартылай жеңіл салмақта өнер көрсеткен Николай Самусов қарсы NFC чемпиондық атағын сарапқа салу керек еді. Асыға күткен жекпе-жек өкінішке орай болған жоқ. Сол себепті міне салмақ қуу рәсімі қиындай бастағаннан кейін Қаныбек 70 келі салмаққа көтерілу жөн санаған екен, және дәл осы жеңіл салмақта Есқараев қарсы алатын болады. Қырғыз спортшысын. Есқараев соңғы жекпе-жектерін әдемі өткізіп келе жатыр.
Енді осы жекпе-жекте де жақсы бастады. Ішке теуіп аяқпен көп жұмыс істеп жатыр екі спортшы. Жәнібек ұлы өзіне кішкене сенімді жұмыс істеп жатыр. Әзірше өте сақ екі спортшы, не бар, 1,5 минут өтті. Қаныбектің қандай тактика ұстанғанын әзірше түсінген жоқпын. Ескараев асығар емес, алыстан жүріп алған. Күреске келетін болсақ, бұл жерде шын керек қай спортшыда басымдылық болатын дәл айту қиын. Екеуі де өте жақсы күресе алатын спортшылар. Бірақ Ескараевтың соңғы жекпе-жектерін көретін болсақ, күрес деңгейін біраз көтеріп алғанын байқауға болады. Қолдан ұстап тұрып салып жетті соққыны қазір. Қаныбек. Өте жақсы. Жақын арашылықта тұрып соққы алмасудан бас тартар емес екеуі де. Көріп тұр бұл соққылардың барлығын. Ескараев өте салқынғанды. Алданып қалды бұл жерде. Нағыз классика ғой, қолмен соққын көрсетіп бірден аяққа кіріп кетті бірден. Бұлай алданып қалады деп ойлаған Жәнібек ұлы. Осы раундты бітіретін болса, бірінші раундты толығымен өзіне жазып кетуі мүмкін. Олжастың тактикасы осы болу керек, мен ойынша. Қарсыласына біраз жүріп алуға мүмкіншілік беру, кішкене дем алып, босаңсытып алып, ыңғайлы сәтті таңдап, міне тейкдаун жасап кету. Енді дәл осы нәтижелі тейкдаунды өзінің логикалық соңына дейін жеткізу керек. Кем дегенде жерде ұстап қалу керек. Жәнібек ұлы қазақ ММА-сында жақсы аты шыққан. Біздің қаншама жауынгерлермен төбелесіп деуге болады. NFC аясында да бұл жігітті жиі көретінбіз. Сондықтан аралас жекпе-жекті бұрыннан бері қарап жүрген жұртқа таныстырудың да керегі жоқ. Егер Қаныбек жайлы бірінші рет естіп жатсаңыздар, онда таныспаңыздар. Біздің онда жеті деген рекордына қарамастан бұл спортшы өте тәжірибелі және осал жігіттердің қатарына жатқызуға болмайды. Бұл қарсылас талдамай барлығымен қолғап түйістіре берген, дайындыққа қарамай, ең алдымен қолғап түйістіре бергеннен кесір деуге де болатын шығар. Өте жақсы, қазір Ескараев керемет қысым көрсетіп отыр партерде және барынша қазір ұстап қалуға тырысатын болады, еш қорықпай. Партерге барып отыр, Ескараев тұрғызып алды. Қарсыласын Қаныбек қазір тейкдаунмен жауап береді екен бұл жерде? Жоқ. Концовканы Ескараев бұл раундты ұтып атқан сияқты. Концовканы да енді беріп қоймау керек. Спортшылар көбінесе соңғы сәттерде босаңсып қалады ғой. Сондай бір қасиеттері бар. Міне енді аяқталды, осымен кішкене жүре тұрайын дем алып деген сияқты ойлар туындауы мүмкін. Олжас қолмен жақсы жұмыс істеп отыр. Ішке бір рет жұмыс керек. Бірінші раунд Олжаста деп ойлаймыз. Жаңағы тейкдаунның арқасында әрине Олжас Ескараев бұл раундты менің ойымша да өз еншісіне жазып кетті. Бірақ сондай бір айқын басымдылық болған жоқ, бұны барлығымыз да түсініп отырмыз. Итак, подошел к концу первый раунд этого поединка. Олжас Ескараев и Қаныбек Жәнібекұлы завершили первую пятиминутку за счет, возможно, тейкдауна и более успешной работы в партере. А можно дать данный раунд Олжасу Ескараеву, как считаешь? Да, очень грамотно отработал первый раунд Олжас Ескараев. И не пропустил лишнего и провел вовремя такой с хорошим таймингом тейкдаун. Сейчас мы его наблюдаем, да. Сконтролировал, отработал. Правда, в конце дал встать своему сопернику, но я думаю, раунд он забрал. Итак, ждем начала второго раунда. Перерыв подошел к концу. Да, думаю, Арман будет этот раунд намного интереснее, чем первый. Первый раунд прошел в режиме разведки, да? Да, разогнались ребята, сейчас будут действовать. Особенно Қаныбек, ему нужно показывать все для своей победы.
Свой последний поединок Олжас Искараев провел на турнире NFC 30 против Магомеда Ибрагимова. Одержал победу решением судей. Турнир состоялся в конце апреля 2021 года, этого года. Что же касается Ханыбека Жаныбекулы, 10 побед, 7 поражений у этого спортсмена. И Да, он свой последний поединок провел в 2020-м. Проиграл от рук Асхата Акимова техническим нокаутом. Да, Каныбек хорошо известен у нас в Казахстане. Очень такой спортсмен зрелищный, бился с очень сильными спортсменами. Кого-то выигрывал, кому-то проигрывал. Но- Более того, он должен был драться за пояс, Ваня, помнишь, против Николая Самусева, но, к сожалению, не смог выйти на поединок. Да, не смог сделать вес, поэтому и решил перейти на дивизион выше. И теперь он не измучен этой весосгонкой. Думаю, это большой плюс для него, для его карьеры, сохранить Ну, и здоровье. я бы отметил, что уже нет такого преимущества в габаритах, как это было в категории до 65. В легком весе уже нет такого преимущества физических данных. Да, как ты сейчас сказал, преимущество Олжаса сейчас очевидно видны. С легкостью провел тейкдаун, второй тейкдаун. И Без сейчас, я особых думаю, проблем. да, и сейчас будет разбивать, я думаю, своего соперника. Переднюю ногу и смог перевести бой в партер, где и работает сейчас. В гарде наносит удары. Да, при этом Каныбек умудряется огрызаться. Снизу также снизу наносит удары. Каныбек Жаныбекулы. Да, устраивает такие вот дискомфорт Олжасу. Олжасу нужно работать. Свой дебютный поединок Каныбек провел в 2016 году у себя в Кыргызстане на турнире ВЭФ. Также в NFC он проводил несколько поединков на турнире NFC 14 и NFC 15. Оба поединка были против Руслана Селикулова. Да, сейчас такой инцидент произошел. Я думаю, излишняя доброта Олжаса его сейчас подвела. Пропустил ненужный удар. Поэтому нужно быть осторожным. Нужно быть включенным в бою. Да, полностью быть внимательным и сфокусированным. Да, хорошая левая в исполнении Олжаса. Неплохой бокс показывает Олжас. Контролирует дистанцию, встречает. Каныбек пытается достать одним точным ударом своего оппонента. Да, да. О, хороший удар по корпусу в исполнении Олжаса. Он контролирует ситуацию, контролирует бой, видно. Не форсирует события, когда это ему нужно. Где нужно, начинает активничать. 9 побед и 3 поражения за плечами Олжаса Искараева, из которых 2 победы нокаутом, 3 победы болевым приемом и 4 победы решением судей. Свой дебютный поединок Олжас провел в 2014 году на турнире Алаш Pride Selection под номером 14. Выступал также на турнирах Алаш Pride, ACB, Fight Nights, Bushido. И теперь уже выступает на турнирах Найза Fighting Championship. Да, я думаю, это хорошее приобретение для лиги. Ох. Разножка в исполнении Каныбека. Начинает работать. Более агрессивно, более динамично стал работать боец из Кыргызстана. Да, последнюю минуту это точно. Активничать начал. Чувствует, что бой пока уходит не в его сторону. Попытка встретить Олжаса. Левым кроссом пытался встретить своего оппонента Искараев. Да, хороший такой свинг в исполнении Каныбека. Работает первым номером, давит. Меньше минуты практически остается до окончания второго раунда. Да, пока что... Ох, хороший такой удар по Удар в корпусу. корпусу переводит в голову, потрясен, по всей видимости, Олжас Искараев. Да, как будто потрясен. Но нет, отвечает, огрызается двоечкой. Олжас. Работать нужно, говорят Олжасу. С угла кричат, не будь таким добрым. Доброта до хорошего не доводит. Особенно если дело касается поединка. Да, особенно когда тебя бьют. Каныбек О, отвечает хайкиком сейчас. только хотел Искараев. похвалить Каныбека, и он пропускает хайкик. 25 секунд остается до окончания второго раунда. Будет ли еще какая-то кульминация? Вот Олжасу нужно работать, бить ногами. Ох, прямой, Правым правый. прямым таким. Тычковым правым прямым. Да, такая как будто точечка поставлена была. Еще один такой же удар.
Вот, еще одно. Burçlarınıza. И такой очень спорный раунд, Арман, на мой взгляд. Непонятно, куда он ушел этот раунд. Очень эпатажный спортсмен. Что происходит? Крики Еще охи не вздохи. закончился, кстати, поэтому еще есть третий раунд. Рано еще расслабляться и праздновать победу. Итак, ждем третий раунд. иә жасұлан алғашқы раундта біз жекпе-жек тізгін олжас ескараевтың қолында болғанын көрсек, бірақ екінші раундта біраз жағдай түзелген сияқты. Қаныбек бір жақта әрине бір бас жоғары болып деуге келмейді, бірақ қалай дегенмен бірінші раундпен салыстырғанда қадам алды жаман емес сияқты. Иә, екінші раундтың бірінші жартысын Олжас жақсы жұмыс істесе, екінші жартысында Қаныбек өзінің жұмысын істеп көрсетті. Үшінші раунд Және соққының кесірінен бірдеге отырып қалғанда байқадық. иә, ол да бар. Олжас Ескараевтың. Үшінші раунд шешеді деп ойлаймын бәрін. Фанилге сәлем айтып жатыр Қаныбек. Бірақ алдымен мына шаруаны бітіріп алу керек қой. Фанилмен төбелескісі келіп жүр ау деймін ол болған. Кейбір сәттерде жігіттер бір жаттығу үстінде бір спаррингте жүрген сияқты болып көрінеді, а? Иә, бұл дұрыс емес деп ойлаймын, бұл жерде Дәл тиген соңғы қазір. өте қатты еді. Бірақ Олжас бұндай соққыларды сезбейтін сияқты. Өзі де тура сондай соққымен жауап берді. Тағы да бірнеше соққы. Қорғанысқа тиген удар. Вот. Жауап қайтарылды. Встречный удар. Өткізді соққыны. Жеп қойып тейкдаун жасап кетті болатын шығар жаңағы соққыны. Желкеден соғып жібермесе болды бұл жерде. Жаныбекұлы карт жабылды, яғни қазір Ескараев қарсыласын барынша октагонның ортасында ұстап қалуға тырысу керек. Гард айналып өтуге тырысады екен, әлде осы жерде жаттық қалды. Қаныбек тастауындайды. Олжасқа осы жұмысты жалғастыра беру керек. Үстінен контроль ұстап, ұрып, қолдарын байлау керек. Қаныбектің барлығын дұрыс жасап отыр. Күресте басымдық бар. Олжас Ескараевтың қолында. Дәл осы басымдықты барынша қолданып жүзеге асыру керек. Қазір гард айналып өтуге де жақын қалды. боковой контрольға жұмыс істеп көру керек. Хавгардқа. Позиция алып ыңғайлас. Тіпті Хавгардқа да кіріп алуға болады, иә. Отырып соққы жаудыруға мүмкіншілік болады. Өте жақсы. Ең басты тұрғызып алмау керек. Қаныбек те астына жатып, тыныш жатпай жатыр. Өзіне кішігірім ударлармен болсын, ұпайлар жинап атқан сияқты. Міне тіпті бірден екі соққы жасап отыр екен, уақытты бекер кетірмеу үшін, әр секундты үнемдеу үшін. Бұндай соққының әрине әсері аз, бірақ өте көп кедергі келтіретінін білеміз. Қара құсқа кішкене ударлар тиіп кетіп жатыр арасында. Иә. Олжасқа. Шынтақтан да салып жіберді қазір желкеге. Сақ болу керек. Бұндай соққылар денсаулыққа зиян. Әйтеуір дегеніне жетті қазір Жаныбекұлы. Біртіндеп қорғада жақындап алды. Тұрғызуға болмайды. Ескараев бірден араға шыққызып отыр. Клинч. Қазір Самайымыз көп күріштен бәрін бұрттырын. нормально. Сөйлеспейміз мен. Клинчтен шыға бере соққы жасамақшы болды. 2 минуттай уақыт бар әлі. Қаныбек енді. Қарымта тейкдаун жасамақшы. Слэм! Мұндайды күткен жоқ, бірақ жерде ұстап қала алмады. Қаныбек өзінің жеңіске деген ұмтылысын көрсетіп жатыр. Олжасқа бұл үшінші раундта қалған 2 минутты өз пайдасынан шешу керек. Ұпайға жұмыс істеу керек көбірек. Иә, қазір екі спортшы да тең келе жатыр деуге болатын шығар. Қазір бір ғана қателік жекпе-жек талдарын анықтап жіберуі мүмкін. Қаныбек қазір қорғанысқа тисе де жеткізіп жатыр соққыларын. Ескараев біраз шаршаңқырап қалған сияқты. Ескараевқа кішкене
жестокий болу керек мынау. Қатал болу керек дейсің. Міне тағы да 2 ауыр соққы. Қаныбек өйтіп алдап атқан сияқты оны қолын беріп. Кішкене босаңсытып, жібітіп, жаңағы құшақтап, қолын беріп, сондай бір тактикалық қулыққа. Міне тағы да не керегі бар оның? Вот осыдан кейін ауыр бірнеше соққы. Ол психологиялық сондай ойын ғой. Ескарай бұны әлі үш раунд бойы әлі түсінбеген сияқты. Олжасқа кішкене аяқпен жұмыс істеу керек. Аяғы жақсы өтіп атқан басқа. 1 минуттай уақыт бар әлі раундтың аяқталуына. Енді концовканы күреспен болсын алып кетсе. Жеңісіне сенімді болу үшін бір тейкдаун керек сияқты, иә. Олжас Ескараев қазір жасап кетті, сол тейкдаунды бір раундтың соңына дейін жерде ұстап қалса, онда жеңісті жұлып алады деген сөз. Ал әзірше түсініксіз. 30 секундтай уақыт бар. Соңғы 30 секундта кім өзін кім істеп кетеді, сол ұтатын шығар. Өте тең жекпе-жек болып отыр. Көп кеңістік беріп қойған сияқты қарсыласына Ескараев. Бұндай да соққылар болады екен. Қаныбек шоу жасап отқан сияқты. Өзінің ерекше техникасын көрсетіп отыр бізге. Өте жақсы, қарқында. Өте керемет жекпе-жек болды. Тең жекпе-жек деп айтуға болады. Қаныбек сенімді өз жеңісіне. Vurdun bak. Allahu Ekber. Kırgızistan. Selamünaleyküm. Özünüzler gördüğünüzde 70 salmakta birinci yol verip bitişim. Normal. Geldik. Dur. Bugün otursan buraya. Итак, мы ждем судейских записок, судейских карточек. Затянулось у нас решение судей. По всей видимости, победа будет либо раздельным решением, Вряд ли единогласным. Так долго бы обсуждали и совещались судьи и судейский корпус. Одно из самых долгих таких, да, решений выносят судьи. Там аж на целая судейская коллегия собралась. Да, также долго мы ждали объявления победителя в поединке Асет Анарбаев и Вадим Алыгин. Итак, Арман Мамунов направляется в октагон для того, чтобы объявить победителя этого поединка. Все внимание на экран. Ladies and gentlemen, after 3-round contest, we go to the judges' scorecard for decision.
Judge 1, 29-28. Judge 2, 28-29. Judge 3, 29-28. Win by split decision is a blue corner. Kanabek Shanabekolo. Так, раздельным решением судьи победу одерживает боец из Кыргызстана Каныбек Жаныбекулы. Итак, а почему Фаниль Рафиков покидает комментаторское место? Не совсем понятно, с чего это вдруг. Но, тем не менее, мы ждем сейчас интервью с победителем. Жеңіс құтты болсын. Өте тартысты керемет жекпе-жек. Шоу көрсете алатын жігіт екеніңді көрсеттің. Өзіңнің дәл осы жеңістен кейін эмоцияңмен бөлісіп кет. Енді қазақ жігіттермен сенің талай жекпе-жектерде көрдік. Қазақ жанкүйеріне танымалсың. Өзіңнің дәл осы Олжас Есқараевтан басым түскеннен кейін қандай эмоциядасың? Соны айтып кетсең. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Барыңыздарға салам. Алла разы болсын. Біріншіден шекесі Аллаға шүгірлер. Аллаға шүгір. Анан жетимишке бұл профессионалда бірінші бойым мен жетимиште мұндайын. Бұрынғысынан 65-ке төйлесішімін. 70-ке бір күшімі сынайын дедім. Бұйырса мұндан ары 70-ке да төйлесем. Ошо Олжас бауырым. Сағада игілік, бүгін сенің күнің емес екен, менің күнім екен, кейінгі де сенің күнің болады, иншалла. Олжас, бойын ти. Красавчик. Нұрбек аға, Алла разы болсын. Қандай бой, қандай болды? Сен 65 келі салмақта чемпиондыққа үміткер болдың, бірақ болмай қалды. Тағдыр солай болу керек. Ал 70 келі салмақта қазір өте керемет формада екеніңді көрдік, өте жақсы жұдырық тастағаныңды көрдік. Келесі қадам қандай болады? Кімді шақырасың? Кіммен қолғап түйістіргің келеді? Мен ешкімді шақырбаймын, ешкімге вызов шыдамаймын. Нұрбек аға қойғанын мен төйлеп жіберемін. Жаңа ғана Фанильдің қасында тұрып едің ғой. Ну чё, брат, пора встретиться, разобраться. Всё? Да? Да. Руку давай. Да. Все? Всё? Нурбек Агай, вот бой, громкий бой, как я и обещал. Когда? Да хоть когда. Нұрбек аға, қашан? Аяқ жазылғанда. Давай, сейчас сразу. Давай, Фаня. Давай. Нормально, брат. Қаныбек Жаныбекұлы, құрметті көрермен. Итак, как вам такой поединок? Я думаю, что Нурбек организует этот поединок. Каныбек Жаныбекулы против Фаниля Рафикова. Почему бы и нет? А мы давайте взглянем на лучшие моменты прошедшего поединка. И Фаниль вернулся к нам, покидал это место для того, чтобы организовать себе бой. Работал матчмейкером сейчас в октагоне. Почему ты решил вызвать Каныбека? Ну, изначально мое подписание в NFC, это была история с Каныбеком, которая началась там, в 2020 году, в начале 2020 года. Она началась, и она когда-нибудь должна была закончиться. Я думаю, Нурбек Ага сделает этот ивент. Возможно, мы возглавим этот ивент, возможно, нет. Мне без разницы, но мне нужно закрыть вопрос с Каныбеком. Тем более он выиграл, а мне нужно выиграть его. Все по делу. К сожалению, не можем комментировать судейское решение. У каждого будет свое видение на судей, на то, как оценили этот поединок. Тем не менее, раздельным решением судей одерживает победу Каныбек Жаныбекулы. Ну а мы будем двигаться дальше. Дальше главное событие вечера, но осталось совсем немного до начала двух жарких бомбовых поединков. Is a blue corner. Kanabek Shanabekolo. Шынымен де жеңісті екі жаққа да беруге болады, бірақ бұл жолы төрешілері Қаныбекті жеңімпаз деп есептеген екен. Я, бұл жігітте жеңіске лайықты, жеңіске жету үшін барлығын жасады. Және жекпе-жектен кейін шоуда жасап кетті. Келесі қарсыласын
Қаныбектің анықтаған сияқтымыз, бұл біздің әріптесіміз Фанил Рафиков. Әріптесіміз және оған қоса спортшы Жұман Жұмайбек.